Нұрсұлтанға 20 жыл бұрын көшіп келген Жанғалдыбек Төленбаев, Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ драма театрының актері ретінде де, ұстаз ретінде де ортасында зор қошеметке ие. Алайда ол осы күнге жеткенге дейін талай қиыншылықты басынан өткерген. Қай заманда да өнер адамдары қоғамдағы ең қорғансыз, ең сезімтал, жандары нәзік келетін екінің бірі біле бермейді. Бірақ кез келген мемлекеттің қалыптасуына атсалысып, халықтың рухын жанып, қоғамды алға сүйрейтін солар. Мен енді осы Астана қаласына 1999 жылы алғаш келген өнер адамдарының бір ретінде мен өзім сіздерге таныстырғым келеді. Туған жерім Шығыс Қазақстан облысы, Ақсуат ауданы. 1973 жылы өмірге келдім. Қарапайым отбасында, ауыл интеллигенциясының отбасы. Әкем ветраж болды, шешем почтальон болды. Ал өнерге келетін болсақ, өнер енді сол әкемізде, шешемізде де бар, кішкене ән айтатындары. Бірақ көбіне нағашылар жақтан ауған бар деймін. Біздің жанұямыздан өнерге біз екеуміз, өзім, содан кейін менен кейінгі үйдегі қарындасым Клара. Осы президенттік оркестрде жұмыс істейді, әнші. Үлкен ағам тарихшы, апайларым біреуісі технолог, біреуісі рентген лаборант. Енді мен сұрағыңыз келіп отырған шығар, неге есіміңіз Жанғалдыбек деп. Әкем 3 жыл ауырған екен. Сол 73 жылы операциядан жазылып шыққан уақытта өмірге мен келгем. Содан кейін менің атымды Жаным Қалдыбек деп атымды қойған. Енді 95 жылы Темірбек Жүргенов атындағы театр және кино институтына түстім. Онда менің мұғалімім Қазақстан еңбек сіңірген әртісі профессор Рахила Абдрахман Машурова. 99 жылы дипломдық жұмысымызды Әзербайжан халық қаһарманы, Кеңес одағының халық әртісі режиссер Әзербайжан Мәмбетов көрген. Содан кейін мастерімізға мына актер менің театрым актері болады деп, сол кісінің ұсынысымен жетектеуімен осы Қалибек Қуанышбаев театрына келдік. Мына жерге келетін болсақ, бұл енді әр актердің өзінің арманы болады. Сол сияқты менің маңдайыма осы бақ болып келген рөлдердің бірі, менің оң жамбасыма келген рөлдердің бірі, ол біздің енді мынау қазақтың ақын-ұлдарының бірі, мұзбалақ ақыны Мұқағали Мақатаевтың рөлі. Жер иісі жұпардан қымбат маған. Енді әр актердің өзінің арманы болады ғой. Мысалы кезінде бала күнімізде еститінбіз, Күләш апаларымыз, Қаныбек ағаларымыз, Құманбек ағаларымыз Қыз жібек спектаклін 1000 рет ойнаған деген. Сол сияқты осы спектаклінде мен 1000 рет, 1001 рет, 1010 рет ойнағым келеді. Иә, енді оған Құдай жеткізсін деп ойлаймын. Сол 1000 рет ойлаған уақытта қымбатты менің сүйікті көрермендерім барлықтарыңызды осы сахнадан көрермен залынан көргім келеді. Міне Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театрының ішіне де келіп жеттік. Енді қазір мен сіздерді осы Қуанышбаев театрының шаңырағын көтерген, негізін қалаған Жақып Омаров ағамыз. Ортада мэтр режиссер, халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, режиссер Әзербайжан Мәдиұлы Мәмбетов. Ол кісінің жанында шәкірті, осы театрда жұмыс істеген, қаншама қазақ театрына өлшеусіз үлес қосқан Қадыр Жетпісбаев ағамыз. Мен сіздерге өзім бір қуанышымды бөлісе кеткім келеді. Біздің театрымыз, міне өздеріңіз жақсы білесіздер, Құрқылтайдың ұясында кішкентай ғана театр. Бірақ менің шексіз қуанышым ол біздің елбасымыздың бастамасымен міне үлкен қара шаңырағымыз Құдай қаласа келесі жылы өздеріңізге тарту етеді. Бүгін біздің театрымыздың сахнасында премьера. Кальманның кабаре жұлдызы Сильва қойылымы. Әрине бұл қазір бізде дайындық жүріп жатыр. Бірге тамашалайық. Аман сөйлерді. Қалыңыз қалай, аман сесіз. Я. Уже бізде грим цеха. Осы грим деген актер үшін басты дүниенің бірі. Сахнаға шығар алдында біздің бетімізге әрлеп, біздің рөлімізді одан сайын байтатын мастер Ләйлә Скакова. Сондықтан қазір біздің сахнамызда бүгін қойылатын спектакль Думан Рамазанның Абылай ханның арман деген қойылым. Бұл спектакльде мен Қалмақтың ханы Қалдан Серенді ойнаймын. Мен ойлаймын, не нәрсенің барлығы бір туа беріледі ау деп. Біз сол халық әндерін естіп өстік, соны жаттап өстік. Жүргендіктің есігін ашып кіріп келсем, анау лестницадан
Фарида апамыз түсіп келе жатыр екен. Енді ол кісінің дауысы керемет қой. Сыңғырлап тұрған бүкіл ана қожаның дауысы, қыз жібектің дауыстарының бәрі түсіп келе жатыр екен. Ой, Фарида, сәлеметсіз апай деп едім. Сәлеметсің ба айналайын деп сыңғыр ете қалды. Соң Фарида апай жүріп кетті, шығып бара жатыр. Мен бісміллә деп Фарида апайдың жолын басып жүрмін ғой, жолын берсін осы кісінің деп. Содан барсам, есікті ашып кіріп барсам, Базарбай отыр да. Базарбайымыз Кәукен Кенжетай ағамыз отыр екен. Сол кісіге барып, екі көзім бақырайып қалған, Кәукен ағаны көріп. Соны амандасып, ассалаумағалейкум, ана-мынау жөн сұрасқаннан кейін, иә, қай жақтан келді? Тағы да сол келген жерімді айттым. Соны маған айтады, ән айтасың ба дейді. Соны айттым, Баян ауылды айтамын, халық ән десем. Әй, сен Баян ауылды білесің ба? Баян ауылды айта аласың ба дейді. Иә, айтам дедім. Жақсы деп қойды. Соны Баян ауылды айтып бердім ана кісіге. Соны айтты, жанында отырған Жайлау деген біздің кураторымызға. Әй, Жайлау, мына балаға берші допусканы. Бірінші болып осы тапсырсын дейді. Содан сол бірінші болып допусканы алып, мен сол оқуға тапсырдым. Міне, театрдың құдіреті осы. Бір сағаттың ішінде жаңа ғана 21-ші ғасырдың қазағы, енді 18-ші ғасырдан бір-ақ шықтық. Түстің кезі болатын, Есілдің жағасына келдім де, Есілдің бетіне қарап, соны паркке қарап, армандап тұрмын да, енді осы жақта өстіп, жалғыз өзім тұра берем ба, енді осы жақымыз мекенім болады ғой, бұл жақ қалай болады екен деген, бәрі жақсы болса екен деп армандап жатырмын да сол кезде. Мына келе жатқан көшеміз Абылай хан көшесінің бойы. Бұл көше маған өте ыстық көшелердің бірі. Жалпы мына осы Встреча деген район мен үшін өте бір қымбат ыстық район. Өйткені осы Астанаға ең алғаш келген уақытта осы жерде біз жатақханаға орналастық. Міне, мынау менің қазақ айтады ғой, Құрқылтайдың ұясындай алақандай ғана сол бөлмеміз. Осы жерде мен 8 жыл тұрдым. Жалғыз мен ғана тұрған жоқпын бұл жерде. Ең алғаш менің бойдақ күнімде осы жерде біз 4 жігіт тұрдық. Осы қазақ ұлтының әйтеуір бір баласы болғаннан кейін мен іштей өзімде ой түйдім. Мен неге осы еліме, осы Астанама келгеннен кейін неге мен бір үлесімді қоспасқа деген. Той болғанда көк бартақ. Бірге шаптыратын байдың асы емес қой. Ол халының тойы, әдебиеттің салтанаты. Ей рас, мен бар ғой Сейітолланың Сәкенді қателестеп деп еш ойына. Рас, ай дұрыс айтады. Енді тығырықтан шығуда жұмыс істедік қосымша театрымыздан басқа. Біздің қолымыздан не келеді? Біздің қолымыздан ән айту келеді, біздің қолымыздан той жүргізу келеді, кешкі мынау әлгі банкеттерді жүргізу келеді. Амал жоқ сондай жұмыстарға бардық. Мынау Ледовый городок деген болды ол уақытта, Мұзғалашық деген. Сол Мұзғалашықтың ішіне спектакль ойнаймыз, елка ойнаймыз, персонаждар. Аяғымызда жұп-жұқа етік болады. Енді ол образға байланысты киінеміз ол мысалы. Ешқандай әлгі қалың баттасқан киім болмайды, барлық сахнада барлығы әдемі болып тұру керек. Соны сағат 4-те бастаймыз, бір сеанс ойнаймыз, кешкі жақын ойнаймыз тағы да халық жиналған уақытта. Сөйтіп күнімізді көрдік. Енді сол Мұзғалашықта жұмыс істеп жүрген уақытта менің талай жолдастарым болды, өзім әріптестерім болды. Белден грижа жасады, радикулит жасады, мына екі тізеден ревматизм, сондай жігіттер болды. Сол міне зардаптары әлі де бар. Бірақ не істейміз, емделеміз. Өнердің жолы ауыр жол, өнердің жолы өте нәзік дейді. Бірақ енді Алла тағала маңдайымызға бергеннен кейін, осы Астанамызға келгеннен кейін біз бәріне шыдап, оны тастап кете алмаймыз. Бәріне көнеміз, бәріне шыдаймыз. Өйткені еңбектің барлығы ел үшін, халық үшін, осы болашақ үшін деп мен өзім солай деп ойлаймын. Айта кететін дүнием, не нәрсенің бәрі еңбекпен келу керек. Біз 8 жыл тұрғанның өзінде, одан кейін бізге квартира берді. Неге шошытасың, Роза? Неге шошытасың, а? Неге сен мені шошытқан жақсы көресің ғой дейсің, а? Қалдырың қалай, аман-есен бе? Я сабақтарың қалай? Жақсы ма, аман-есен бе? 4 қыз бала. Ұл бала болса, мысалы жарайды, бірінің футболкасын бірі, бірінің шалбарын бірі кие береді деп айтуға болады. Ал қыз баланыкі өте қиын. Қыз баланы сіз қатарынан қалдырмауыңыз керексіз. Менің айлық ақшам 80 мың теңгем оларға жетпейді.
Бірақ мен жетпейді екен деп, сен бере ғой деп мен үкіметтен аузымды ашып қарап отырмаймын ғой. Мен ер азамат болғаннан кейін, әке болғаннан кейін соны дұрыстап тәрбиелеу, жеткізу, менің еңбектенгенімді менің қыздарым да көрсін. Ертең олар да бір-бірінің отанасы болады болашақта деп. Не істеймін? Мен қосымша жұмыс істеймін. 2015 жылдан бастап мен Қазақ ұлттық өнер университетінде актер және режиссура кафедрасы бар. Сонда мен актерларға сабақ беремін. Театр сахнасында жұмыс істеп жүріп, енді ұстаздық қылу деген менің ұшықтасам түсіме кірген жоқ. Шынында да енді осы Қазақ ұлттық өнер университетінің басшылығы мені осы өзіміздің университетте дәріс беріңіз, ұстаздық жолды бастаңыз деген соң мен ешқандай қарсылық танытқан жоқпын. Күші бойынша алап, тұмаманы табады, солайда шығады. Иә? Уағалейкумассалам. Қалдарың қалай, аман есесіңдер ме? Иә, не болып жатыр? Олай болса, ана әлібектердің келетін жері, арыстандардың келетін жері, сол жерді қарастырайық қайтадан. Алты бақан. Стоп. Сүйретілме. Кеттік. Алты бақан екеншек арқасына. Арқасында бозбала. Жайлауында жетіру. Стоп, тоқта. Енді, кім, жігіттер, қыздар? Енді есту бар ғой да? Біз бірінші курста өткен дүниеміз есту, көру, дәм сезу, қолмен ұстап сезу, көру. Ол бәрін өттік қой, зейін. Енді мынаны, алыстан келе жатқан, бізде көру бар ғой, қайда? Ан жақтан келе жатыр. Қанша? Неше метр жерден келе жатыр? Сол қайда? Кеттік қайтадан. Кеттік. Алты бақан екеншек арқасына. Қос. Вот. Көр, алыс. Жайлауында жетіру, желіге шыққан желдірмем, құйрық атып төс көрген, шандоз аттай ойнайды. Асқақ қыздың талайын, тілесе тегін қоймайды. 8 сағат бізде күнделікті жұмыс. 8 сағат жұмыстан аяқталғаннан кейін, мен 1 сағат болсын, 1 жарты сағат болсын балалармен кәдімгі қазақы, айтады ғой, тәрбие сағат деген сияқты. Сонда қазақы сағат өткіземіз, тәрбие сағатын өткіземіз. Ол міндетті түрде болу керек. Өзіміздің оған маған расписаниеде жоқ, ол сағат оған маған ақша төленбейді. Бірақ ол менің міндетім деп ойлаймын. Ал жігіттер, енді бүгінгі сабағымызды аяқтайық. Бірақ енді сабақтың барысында күндік әдеттегідей тәрбие сағатына кезек берейік. Бүгінгі енді тәрбие сағатымыздың тақырыбы әкенің отбасындағы орны. Балалар, тамақ ішеміз, жүріңдер. Келдер, отырыңдар. Бисмилля. Ал тамақ ішеміз, жүріңдер. Ал. Бисмиллахиррахманиррахим. Басқа аман деген сау бөлігі мәнтірге беріңіз. Алла елімізге аман, жерімізге тыныштық берсін. Аллаху акбар. Ал балалар, кәне мен қазір жұмбақ жасайын да? Сендер соны табыңдар. Жылтыраған ақ таста жатыр екен моншақтар. Жаңақтар салғаныңыз ба? Дұрыс. Өзі қалың, бәлем. Зерен есіне бар. Өзі айнаға көп қарайды. Өз айнаға көп қарайды, табыңдар. Көрші. Иә, дұрыс. Ақ үйшікте қызыл шатыр. Ішінде толы моншақ. Толы моншақ. Торт. Таппадық. Тоз. Әне. Тас болғанда да бажан тас қолдамыз. Дұрыс айтады ғой енді. Ал, Роза, сен тақпағыңды айтшы. Мен жемін, кісім жемін. Тәтті сұлы міне бар, жемен басты жемін. Дуғал жабала. Ей, бәрекелді. Бұл сені Шағатай тілінде сөйлейді. Шағатай тілін дегеніміз енді шығып келе жатыр. Сөзіміздің бәрі. Ақырын. Күнделікті тіршілік бойынша бас алаңды тіліп өтіп, елордамыздың қақ төрінде орналасқан Қазақ ұлттық өнер университетіне жұмысқа бара жатырмын. Ағылып, Атыраудан, Алатаудан, көш қонды Қараөткелге талас ауған, жайнайды Астанару алқасындай ғажайып ғимараттар жаңа салған.